Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Ресейдегі әлем чемпионатының аяқталуына санаулы уақыттар мен шешуші ойындар қалды. Әлем аяқдоп шеберлері мінсіз жасыл алаңда соңғы ойындарға дайындалып жатқанда, ғаламшарымыздың түрлі бұрышында адамдар ерекше алаңдарда футбол ойнауда. Төмендегі суреттерден бұл спортқа деген қызығушылықтың арқасында кез келген ауа райы мен кез келген ортада адамдарға футбол ойнаудан еш нәрсе кедергі бола алмайтынын байқаймыз. Кайвей Сволбард мұзжарғыш кемесінің экипаждары Гренландиядағы мұз бөлігінде футбол ойнауда. Лафатен аралындағы ғажап футбол алаңы, Норвегия. Балалар Боцния-Герцеговинадағы Врандуктедегі жасыл алаңда алаңсыз футбол ойнап жатыр. Су үстіндегі Копани ауылындағы футбол алаңы, Таиланд. Ресейдің Красная тұрғындарының Сабан алаңындағы топ тебу сәті. Рио-де-Жанейродағы кедей аудандарының бірінде балалар кешкі ойын үстінде. Гаванадағы су бассейніндегі футбол ойыны, Куба. Лимадағы шағын сары алаңдағы доп тебу, Перу. Бразилияның Сальвадор порт қаласындағы жағажайдағы құмды алаң. Швейцария мен Италия командалары Саасфедағы мұзтауда Европаның тау тұрғындары атты футбол ойындары кезінде, Швейцария. Ауған балалары жол шетіндегі алаңда доп тебуде, Кабул. Эрискей аралындағы теңіз жағалауына жақын жердегі ерекше алаң, Шотландия. Бали аралындағы Агунг вулканы маңындағы жасыл алаң. Ресейдегі Пагу алаңдағы батпақтағы ойын. Бүгінге осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, міндетті түрде лайк басыңыз. Арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны қосуды ұмытпаңыз. Айтпақшы, биылғы әлем чемпионатында қай елдің құрамасына жанкүйерсіз? Және сіздің ойыңызша қай мемлекеттің ұлттық құрамасы чемпион болады? Өз пікіріңізді комментарияға жаза кетіңіз.